Жуайрияның өзінің жеткізіп отқан риуаятында бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түнгі намазын оқиды. Жуайрия да түнгі намаз оқиды. Сонымен таң намазының уақыты кірген кезде пайғамбарымыз мешітке қарай кетеді. Жуайрия жаңа үйінде таң намазын оқып, сонымен таспих жасап отырады. Пайғамбарымыздан көбінесе жаңа жеткізген хадистердің бірінде осы субханалла, альхамдулилля деген сөздердің артықшылықтары, сауаптары туралы хадис жеткізген. Енді қараңыз, сол хадисті жеткізген, әрі істеп отқан нәрсесін қараңыз. Сонымен субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деп таспихтарды айта береді. Пайғамбарымыз саллаллаху мешітке барып жамағатпен таң намазын оқиды. Таң намазынан кейін ол кісінің сүннеті өзінің жаңағы дұха намазы кіргенге дейін зікірлермен айналысады. Одан кейін дұха намазын оқып, әрбір әйелінің үйіне кіріп, сәлем айтып шығады. Сол әрбір әйеліне ассаламу-алейкум, бүгінгі күндерің қайырлы болсын деген мағынамен кіріп шығады. Көп созбайды. Береке тілеп күніне. Жуайрияға кіріп келсе, Жуайрия әлі отыр екен жаңағы таспихпен. Шамамен өзіңіз қазіргі нәрсемен қарасаңыз, енді 3:30-нан былай қарай 6-ға дейін, онда 3 сағат ол таспихта отыр. Жуайрия анамыз радиаллаху анха. Сонда пайғамбарымыз салсам әйел кісілерге мәселені жеңілдетіп береді, өйткені олардың басқа да шаруалары болады. Мысалы, үйлерінде біреудің баласы көп шығар, тағы да басқа жағдайлар дегендей. Сонымен пайғамбарымыз салсам айтады: мен сенің қасыңнан шыққан кезде, мешітке баратқан кезде, мен бір зікірді айттым дейді. Субханаллахи ва бихамди, кемшілік сипаттардан пәк Раббым, саған мақтаулар тән. Қанша мәрте деген нәрсеге адада халқихи, жаратқан нәрселеріңнің саны қанша болса, сонша субханаллахи ва бихамдихи я Раббым саған дейді. Адада халқихи, варидо нафсихи, өзің қанша таспихқа разы болсаң, сонша мәрте субханаллахи ва бихамдихи. Вазината аршихи, аршысының салмағы қандай болса, сонша мәрте субханаллахи ва бихамдихи. Ва мидада калиматихи, сөзіңнің ұзақтығы қанша болса, сонша мәрте субханаллахи ва бихамдихи деген бір сөйлемді айттым дейді. Яғни арабша мәтінде субханаллахи ва бихамди адада халқихи ва ридо нафсихи ва зинната аршихи ва мидада калиматихи. Осыны 3 рет айттым дейді. Сонымен 3 рет айттым, сенің бағанадан айтып отқан нәрселеріңнен асып кетті дейді мынаның сауабы. Көрдіңіз бе? Осындай тиімді таспихтарды үйретіп қоятын әйел адамдарға. Басқа шаруаларынан бөгеліп қалмасын. Өйткені жаңағы сауаптарды көздеп жасап отыр ғой ол. Міне осы мағынада осындай әйелді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға нәсіп етті, мүминдердің анасы.